Сізді не қорқытады? Қараңғылық, биіктік, ямаса қандай да бір хайуан ба? Қорқу бұл негізінен адам табиғатының ажыралмас бөлігі. Бірақ та сіз еш ойлап көргенсіз бе? Біздегі бұл қорқыныштың тикары негізінен неден келіп шыққан? Бүгін біз фобиялар хақында сөйлесеміз, яғни оның тарихи һәм заманауи тұрмысымызда тұтқан орны қандай? Қорқуды қалай жеңу мүмкін? Барлығына тоқталып өтеміз. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егер де сіз дайын болсаңыз, басладық. Қорқу һәм фобиялар адамның күнделікті тұрмысына үлкен тәсір көрсетуі мүмкін. Мысалы, социалдық фобиялары болған адамдар әдетте адамлар арасында болудан, көпшілік алдында сөйлеуден, ямаса апуайы жаңа орталыққа кіруден қорқады. Бұл қорқыныш оларды көптеген имканиятлардан айыруы мүмкін. Мысалы, кімдір жаңа жұмысқа кіру, ямаса класста жауап беруден қорқады. Бұл болса оларды жеке қалып жәмиеттілік мұнасабеттерден шектейді. Фобиялар тек қана адамдардың ішкі дүниясын емес, ал тарихи шариғатлар һәм жәмиеттердің қалыптасуын де сәулелендіреді. Олар түрлі дәуірлер һәм мәдениетларда өзгеріп, әрбір жәмиеттің өзіне тән қорқынышларын сәулелендіреді. Әрбір дәуір һәм мәдениетта фобиялар өзінің айрықша формаларына ие болған һәм бұл қорқынышлар көбінесе адамлар, ямаса жәмиетлер тарапынан басқарылған, ямаса білқастан ісленген. Орта ғасырларда адамлар үшін қорқуды келтіріп шығаратын жүда көп себептер болған. Мысалы, адамның қанына құмар болған вампирлер, жинлер, сиқыршылардан қорқу сол дәуірде кең тарқалған. Бұнан сыртқары діни сенім һәм жаман рухлардан да қорқатығым болған. Сиқыршылық һәм жинлер хақындағы әфсаналар көбінесе оларда қорқуды күшейту, ямаса оларды басқару үшін пайдаланылған. Әсіресе хаяллар һәм оған байланысты болған әфсаналар арқылы сиқыршылық һәм жинлер хақындағы фобиялар күшлі болған. Қауіплі социалдық кемсітулер де фобияларды қалыптастырады. Жәмиетлер ортасындағы социалдық қарама-қарсылықтар һәм тармақлардың күшеюі надұрыс қарарлар, ямаса нақақлықтар да қорқуды келтіріп шығаруы мүмкін. Мысалы үшін саяси режимлер, ямаса саяси дұшпанлар жәмиетті қорқытып, өз пікірлеріне қарсы болғанларды қауіплі деп атап, оларды жоқ етуге әрекет етеді. Бұндай қорқынышлар өлім жазасы, қамаққа алу һәм көптеген социалдық құқықтардың бұзылуы арқылы әмелге асырылған. Айрым тарихи инсанлар һәм топарлар фобияларды басқару, ямаса жәмиетті қорқыту үшін оларды жеңіл манипуляция ету ұсылы сипатында қолданылған. Мысалы, адалатлы һәм күшлі жетекшілер өз үстемлігін сақлау үшін өз қорқынышларын жәмиетке тарқатқан. Олар қорқуды күшейтіп өзлеріне сенім пайда еткен, жәмиетті қадағалауға әрекет еткен. Фобиялар мәдениетлер арасында түрліше қалыптасады һәм түрлі жәмиетлерде оларды сәулелендірудің өзіне тән жоллары бар. Мысалы, шығыс мәдениетінде биіктіктен, ямаса қараңғылықтан қорқудың қалай қалыптаскенін көру мүмкін. Японияда һәм Қытайда емгі әфсаналар һәм сенімлер биіктіктерден қорқу, өлімнен кейінгі өмір һәм қараңғылықты суретлеу арқылы фобияларды қалыптастырған. Бұл қорқынышлар жәмиетке басым өткеру, ямаса адамларды бірі-бірінен ажырату үшін қолданылған. Батыс мәдениетінде болса фобияларды Голливуд фильмлері арқылы көрсету дәстүрге айланған. Яғни онда қауіплі өрмекшілер, түнгі қорқынышлар, ямаса жасырын мақлуқлар көрсетілетұғын болған. Фобияларды көрсету арқылы мәдениет жәмиетке ұнамлы көзқарасларды үйретуге әрекет етеді. Фольклорда болса фобиялар кең тарқалған. Этникалық топарлар һәм қалқа өзегі түретушілігі фобияларды һәм қорқуларды өзінің әфсаналарында, тымсалларында һәм сенімлерінде суретлеген. Мысал үшін, қараңғылықтан қорқу, жауыз рухлардан қорқу сияқты суретлеулер әйемгі халқлардың сенімлері һәм күнделікті тұрмысына тәсір көрсеткен. Бұл әфсаналар һәм тымсаллар арқылы қорқуларды басқару, сондай-ақ жәмиетті қадағалаудың социалдық ұсылы сипатында қолданылған. Фобиялар һәм қорқынышлар мәдениетлер арасында тек қорқуды емес,
ал адамдардың жәмиеттегі өз орынларын да сәулелендіреді. Олар тек қауіпті сезу емес, ал қауіплі жағдайлар жәмиетке қандай тәсір ететұғынын түсінуге жәрдем береді. Фобияларды көрсету һәм оларды басқару, сондай-ақ сол мәдениеттағы социалдық дүзімлерге, тарихи инсандардың өзгерулеріне һәм жәмиеттің социалдық структурасына байланысты еді. Жас балалардағы фобияларда өзіне тән тәрізді тәсір етеді. Мәселен, олар қараңғылықтан, жыланнан, ямаса өрмекшіден қорқатұғынын айтады. Бұндай фобиялар көбінесе өсу дәуірінде болады, һәм хәттек ол үлкенлерде де дауам етуі мүмкін. Мәселен, кішкене бала қараңғылықтан қорққанын айтқан уақытында оған ата-анасы жәрдем беріп, оның бұл қорқынышты жеңуіне жәрдем беруі мүмкін. Бірақ кейде үлкенлер де тап сондай фобияларға тұс келеді. Мысал үшін, биіктіктен ямаса жауық орындардан қорқу. Фобиялар жеке тұрмыс һәм жұмыста да тәсір көрсетуі мүмкін. Неге дегенде, кімдір жұмыс орнында жаңа вазипаны орындаудан қорқады. Себебі ол өзін әзіз сезінеді. Бұл қорқыныш жұмысқа қарсы ұнамсыз мүнәсебетті пайда етуі һәм өнімдарлықты төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ жеке тұрмыста да фобиялар тәсір көрсетеді. Не үшін дейтін болсаңыз, кімдір социалдық жағдайлардан қашуы себеплі достары менен уақыт өткеруді шектейді. Бұлардың барлығы фобияның адамның күнделікті тұрмысына қандай үлкен тәсір ететұғынын көрсетеді. Бұл қорқынышлар һәм фобиялар менен күресу үшін өзін аңлау, жеңу ұсуларын үйрену һәм керекті жәрдемді алу жүдә әхметлі. Фобиялар һәм қорқу біздің миымызде басылады, һәм олардың биологиялық дикарлары бізді қауіплі жағдайларда қорғау үшін істейді. Бұның қалай істеуін түсіну үшін мидегі бірнеше системалар һәм олардың өзара байланысын көруіміз керек. Қорқу сезімі дикарынан амигдала деп аталатұғын мидың бөлімлерінде пайда болады. Амигдала біздің қауіпке қалай жауап беретұғынымызды анықтайтұғын орай болып есептелінеді. Мысал үшін, сіз қараңғыда бір нәрсені ямаса сізді қорқытатұғын қандай да бір хайуанды көрсеңіз, амигдала тез іске түседі. Бұл уақыт davamында миымыз денеге қауіп туралы сигнал жібереді һәм бізді қауіпке жауап ретінде таярлайды. Амигдала қауіплі жағдайларда біздің денеміз һәм санамызды қалай жауап беруге таярлайды. Мысалы, біз қандай да бір нәрседен қорықсақ, онда амигдала біздің миымызге сигнал жібереді. Бұл сигнал денемізді тез әрекетке келтіреді. Яғни жүрегіміз тез ұрады, дем алуымыз да тездеседі һәм бізді қауіпке қарсы таярлау үшін денемізде басқа да белгілер пайда болады. Бұл реакция оған қаш, ямаса қарсы шық деп аталады. Себебі амигдала бізді қорқуға қарсы күресуге, ямаса оннан қашуға итермелейді. Қатып қалу реакциясы тек адамларда емес, ал хайуанларда да бақыланады. Мысал үшін, ешкілер қауіпті жағдайларда өзін қорқыныштан бүткілі қатып қалған көріністе қалуы мүмкін. Олар әдетте қауіпті сезгенінде қашу, ямаса оған қарсы шығу орнына өздерін қатып қалған жағдайда, яғни әрекетсіз қалдырады. Бұл жағдай ешкілердің өзін қауіптен қорғаудың өзіне тән ұсылы. Қорқуды басқаруда миымыз гормонлары да әхметлі рөл ойнайды. Ең тигарғы қорқу гормонлары адреналин һәм ноадреналин есептелінеді. Бұл гормонлар қауіплі жағдайларда денемізге сигнал жібереді һәм бізді оған таярлайды. Адреналин қан тамырларын қысқартады һәм бұлшық етлерге көбірек қан жібереді. Бұл болса бізде тез әрекет етуге жәрдем береді. Сонымен бірге кортизол деп аталушы гормон да стресс жағдайларында істеп шығарылады. Бұл гормон ұзақ мүддетлі стресске қарсы күресуге жәрдем береді. Бірақ амигдала қорқу һәм қауіпті сезуде ең тигарғы система есептелінеді. Ол қауіпті анықтайды һәм бұл хақында мидың басқа бөлімдерін хабардар етеді. Амигдала өзінің іскерлігі менен оған қарсы шығу, ямаса қашу реакциясын іске түсіреді. Бұл реакция организмімізді қауіпке таярлауға жәрдем береді. Мысалы, егер сіз өрмекші көрсеңіз, амигдала дәрхал сигнал жібереді һәм сізді қорқытады. Гиппокамп болса еске түсіру менен байланысты. Мысалы, алдын сіздің басыңыздан қандай да бір қорқынышлы уақия жүз берген болса, ол бұны есеп қалады һәм кейінгі сапары және сондай жағдай жүз бергенде амигдала қорқуды күшейтеді. Гиппокампус сондай-ақ үйрену һәм естеліктерді сақлауға жәрдем береді. Бұл болса фобиялардың өзін-өзі күшейту процесінде рөл ойнайды. Фобиялар миде қандай процесслерді баслауы хақында сөз еткенде, стресс һәм қорқуды басқару механизмлерін түсіну ахметлі. Мысалы, қорқуды сезгенімізде амигдала қауіпті анықтайды
һәм денені қауіпке қарсы даярлайды. Басқа миде жайласқан системалар, мысал үшін префронтал кортекс, бұл қауіпті логикалық бақылауға жәрдем береді. Бұл процесслерде ми дененің реакцияларын басқарады. Сонымен бірге денемізді қорғау үшін керекті гормондарды ісілеп шығарады. Қорқу сезімі уақытында дене түрлі физиологиялық реакцияларды көрсетеді. Мысалы, тез дем алу, терлеу ямаса жүректің тез ұруы. Бұл қорқыныштың денеге тәсір етуінің белгілері. Бұл реакциялар қауіпке жауап ретінде миден жіберілген сигнал тикарында пайда болады. Мысалы, сіз жыланды көрсеңіз, амигдала бұны сезеді һәм сізде жоғарыда айтып өткен белгілер пайда болады. Бұлардың барлығы сізді қауіплі жағдайдан қашуға ямаса оған қарсы күресуге даярлау үшін істейді. Фобиялар һәм қорқу сезімі біздің ми системамыздың іскерлігіне тикарланады. Амигдала һәм гиппокампус бұл системалар арқылы бізді қауіп қатерге даярлауға жәрдем береді. Гормонлар болса организмімізді қауіплі жағдайларға тез һәм нәтижелі жауап беруге итермелейді. Денеміздегі физиологиялық реакциялар болса бізді қауіптен қорғауға жәрдем береді. Бұл барлық процесслер біздің қауіпсіздігімізді тәмінлеу үшін біргелікте істейді. Фобиялар көбінесе көркемөнер һәм мәдениетта сәулелендіріледі. Себебі олар адамлардың ішкі қорқынышларын һәм жеке тәжірибелері менен байланысты болып сезімдерді аңлатады. Фобиялар тек қана біздің санамыздағы қорқынышларды көрсетіп қоймастан, олар тұрмыстағы қолайсыздықтар, қауіп-қатерлер һәм инсанның ішкі күреслері менен де тығыз байланысты. Мәселен, фобияларды көркемөнерде сәулелендірудің ең жақсы мысалларынан бірі арахнофобия фильмі есептеледі. Бұл фильм өрмекшілерден қорқуды суретлейді һәм осы қорқуды сезген адамлардың тұрмысына қандай тәсір ететінін көрсетеді. Фильмде тикарға қаһарман өрмекшілерді көргенде қорқынышпенен қалай күресетінін көру мүмкін. Бұл фильм бізге фобияның қалай қалыптасуы һәм адамды қорқытуы мүмкін екенлігін ажайып тәрізде сәулелендіреді. Фобияларды көркемөнер терапиясында қолдану да жүдә қызықлы бір жантасу болып есептеледі. Көркемөнер терапиясында адамлар өз қорқынышларын, мысал үшін сурет салу, ямаса басқа да көркемөнер түрлері арқылы көрсетеді. Бұнда олар өз қорқынышларын түсінуге, олар менен күресуге һәм жеңуге жәрдем беретін жаңа қатынасларды үйренеді. Яғни сурет салу, пластика жұмыслары, ямаса музыка жарату арқылы адамлар өз қорқынышларын көру һәм олар менен жүзбе-жүз тұру имканиятына ие болады. Бұл арқылы олар өз фобияларын жеңуге жәрдем беретін жаңа жоллар табады. Бұнан сыртқары фобиялар көбінесе баланың өсіп баруы менен байланысты. Яғни олар кішкене уақытында еш нәрседен қорқпайды. Тек қана дүнияны үйренеді һәм әр қандай тәжірибе оларды хайран қалдырады. Бірақ та уақыттың өтуіменен олар атраптағы нәрселерден, ямаса жағдайлардан қорқуды сезе бастауы мүмкін. Мысалы, қараңғылықтан, ямаса биіктіктен. Себебі олар жаңа тәжірибелер давамында қорқуды жұқтырады. Мысалы, оған кімдір қандай да бір қорқынышлы оқиғаны айтып берген болуы, ямаса оның өзі көрген болуы да мүмкін. Сол себепле фобиялар көркемөнер һәм мәдениетта жүдә күчле орын тұтады. Себебі олар адамлардың ішкі дүниясын һәм сезімдерін білдірудің ең жақсы құралы болады. Адамлар көркемөнер һәм әдебият арқылы өз қорқынышларын түсіну, олар менен күресу һәм олардан құтылу үшін жаңа жоллар табады. Қорқуды жеңу һәм оған қарсы күресудің түрлі ұсулары бар. Фобияларды жеңу үшін тек қана физикалық емес, ал ментал һәм эмоционалдық саламатлыққа итибар қарату да ахметлі. Басқаша айтқанда, фобияларды жеңудің тикарғы бөлігі бұл өз сезімдеріңізді түсіну һәм оларды басқаруды үйрену. Ментал һәм эмоционалдық саламатлықты жақсылау үшін бірінші қадам қорқуды қабыл ету һәм оны нормал екенін түсіну болып есептеледі. Кейде адамлар қорқынышларын жасыруға, ямаса бұны әзірлік деп есептеуға әрекет етеді. Бірақ тикарында қорқуды қабыл ету һәм оған қарсы тұру бұл күрестің бірінші басқышы. Фобияларды жеңу үшін өзінің өзі аңлау, эмоционал, сезім интеллектін рауажландыру жүдә ахметлі. Өзін тану һәм сезімлерге итибар беру арқылы адамлар қорқынышларын басқару жолларын табады. Физиологиялық техникалар жәрдемінде қорқуды жеңу мүмкін. Мысал үшін, дем алу шынығулары бұл ең апуайы һәм нәтижелі ұсыл. Егер сіз қорқуды сезсеңіз, терең дем алып, оннан әсте шығарың. Бұл денені тынышландырады һәм миге қауіптің жоқ екенлігін
білдіреді. Mindfulness, яғни диққатты жәмлеу де нәтижелі техникалардан. Бұл техникада адамлар қазіргі уақытты толық сезуге етібар қаратады. Атраптағы сезілерді тыңлау ямаса денеңізді сезу арқылы сіз қорқуды басқаруыңыз мүмкін. Бұл ұсулар тек арнан миге тек қазіргі уақытты қабыл етуді үйретеді. Келешектегі қауіп-қатер хақында тәшвишленбеуді түсіндіреді. Позитив пікірлеу һәм өз-өзін көз алдына келтіру қорқуды жеңуге жәрдем береді. Мысал үшін, егер сіз көпшілік алдында сөйлеуден қорқып отырған болсаңыз, тәсілеп бұл жағдайды өз пікіріңізде көз алдыңызға келтірің һәм оның қалай өтуін елестетіп көрің. Өз-өзіне ұнамды сөздер айту, яғни мен бұған ұқыптылмын ямаса, мен бұл жағдайды жеңіп өтемен, қорқуды кемейтеді һәм өзіне болған сенімді арттырады. Егерде фобия күшейіп кетсе, онда профессионал қанегелерден жәрдем алу керек. Мысалы, психологлардан ямаса терапевтлерден. Себебі олар менен бірге естесу тек қана сіздің қорқынышыңызды жеңу, бәлкі саламатлығыңызды жақсылауға да жәрдем беруі мүмкін. Солай етіп қорқуды жеңудің түрлі ұсулары бар. Бұл ұсулар жәрдемінде адамлар тек қорқуды басқаруды үйреніп қана қалмай, ал өз өмірін және де еркін һәм ұнамлы тәрізде дауам еттіру имканиятына ие болады. Дүния бойлап әрқилы фобиялар бар һәм әрбір адамда қорқуды келтіріп шығаратығын нәрселер өз алдына. Фобиялар адамлардың ішкі дүниясын һәм олар жасап атырған орталықты қалай қабыл етуін көрсетеді. Кейде бұл қорқынышлар апайы жағдайлар һәм нәрселерге байланысты болып, оларды басқалар түсінбеуі мүмкін. Тропикалофобия. Айырым адамлар ыссы тропикалық климаттан қорқады. Әдетте бұл фобия адамның күшлі ысылық һәм ығалықтан тынышсызлануы менен байланысты. Яғни айырым адамлар жазда жүді ыссы һәм ығал аймақларда жасауды қорқынышлы деп есептейді. Олар температураның көтерілуінен ямаса ауаның хәдден тысқары ыссы болуынан жүді тынышсызланады. Номофобия бұл телефонсыз қалудан қорқу. Қазіргі күнде көптеген адамлар телефонлардан тек байланыс емес, ал күнделікті тұрмыстың ажыралмас бөлігі сипатында пайдаланады. Егер телефонның қуаты таусылып қалса ямаса сигнал болмаса, бұл адамда жүді үлкен тынышсызлану һәм қорқуды пайда етеді. Олардың пікірінше телефонсыз қалу дүниядан үзіліп қалу менен тең. Чианофобия. Қар ямаса суықтан қорқу. Бұл фобия суық климатқа ие аймақларда көбірек ұшырасады. Айырым адамлар қарды көргенде, қарлы жерлерді жүргенде ямаса температура төмендегенде қорқу сезімі пайда болады. Олар суықтан һәм қарды басып өтуден қорқады. Себебі бұл жағдайлар қауіплі һәм қолайсыз болуы мүмкін. Лупазлипофобия. Бұл басқа адамларды қорқыту һәм өзіңізді абырайлы көрсету арқылы өзіңізді қорғаудан қорқу. Бұл фобия адамлардың басқаларға қорқыныш ямаса қауіп салып өзлерін қорғауға әрекет етуінен қорққанында пайда болады. Олар басқа адамлар менен күресуден ямаса өзінің күшін көрсетуден қорқуды сезеді. Себебі бұл жағдайда олар өзлерін әлсіз көруі мүмкін. Клаустрофобия. Бұл жауық орынларда болудан ямаса тар жерлерде қалудан қорқу сезімі. Бұл фобия адамның жауық, тар һәм хауа алмасу шекленген орынларда өзін қауіпсіз сезбеуі ямаса қауіптен қорқу менен байланысты. Клаустрофобия адамның күнделікті тұрмысында түрлі қиыншылықтар һәм қорқуды келтіріп шығаруы мүмкін. Бұл фобиялар көбінесе апайы тұрмыстағы жағдайлардан келіп шығады һәм бұл адамлар үшін үлкен тәшвиш һәм қауіп тудырады. Әрбір инсан өзіндегі фобияларды түсініп жетуі һәм оларды шешуі үшін түрлі көзқарастарға ие. Бірақ та адамларда сондай бір фобиялар болады, оларды жоқ ету үшін қанегелерге мұражат ету керек. Құласы сондай гаплер. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Жоғарыда айтып өткен фобиялардың қайсы бірі сізде бар? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.